Белгілі 91 тобы 2017 жылды қорытындылады. Алматы арена сахнасына жанкүйерлері мен тыңдармандарын жинаған аталмыш топ дүркіретіп концерт қойды. Қалай қарайсың? Алдымен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне баспасөз жиынын өткізіп, бір жыл бойы жұмыстарының нәтижесімен бөлісті. Дегенмен, жыл бойы үздіксіз жұмыс істеген жігіттер концерттеріне қалай дайындалады? Арнайы сценарийдің көмегіне жүгінбейміз деген 91-ліктер бәрін жүректен істейтіндерін жасырмады. Негізінде бізде бір жағынан ол жақсы, бір жағынан ол кемшілік. Әрдайым бізде сахнада импровизация. Яғни біз бүйтіп сценарий жазып, мына жерде сен мынандай сөйлейсің, мына жерде былай жүреміз, андай мындай деген сияқты болмайды. Сахнада біз қалай сеземіз, қандай көңіл күйде боламыз, сол бойынша толықтай концерт кете береді ары қарай. Ешқандай алдын ала ойластыру, мынаны былай таныстыру деген болмайды. Біз тіпті кейде өлеңдерді қойып аламыз. Сонымен бір жылдың ішінде әндер жазып, бейнебаяндар түсіріп, фильммен қатар телесериалдарын да жарыққа шығарып үлгерген 91 тобы түрлі образдардан қалай шығып үлгеріп жүр. Топтың продюсері Ерболат Беделхан барлық жұмыс бір бағытта болғандықтан қиындықтар туындамайды дейді. Бұның бәрі тұтас жинаған кезде кюп-поп деп аталады. Сондықтан да келбеттер болсын, сөйлеу манер бәрі осы кюп-попқа байланысты болады. Кинода болсын да, сериалда да болсын, клипте де болсын. Сондықтан да біз қазір драмаға, киноға кетіп қалып қатты мысалы, сондай қатты өзгерісті болған жоқ. Негізінде біздің киномыз 91 драма, өзіміздің көрісті, бірақ өте қиын болды біз үшін. Біздің істейін нәрсеміздің бәрі тек бірақ бұл кюп-поп. Айта кетейік, аталмыш топпен бұрын жұмыс істеген Бибота бренді қайта жұмыс істеуге кіріскені белгілі. Түрлі спорттық үлгідегі кей-поп стилдегі киімдерді 91 брендімен шығара бастады. Топтың продюсері барлығы концепциямен тікелей байланысты екенін жасырған жоқ. Мысалы, Бибота, Рау, басқа да біздің тұтандық, өзіміздің стилистермен жұмыс жасау біз үшін өте маңызды. Дизайнер, қайын шықпады стилист. Солармен жұмыс өте маңызды. Мәселен, біз қалай айтамыз? Әр адаммен өзі белгілі уақытта жұмыс жасаймыз. Кім бізге сол концепцияға байланысты жақсы ұсыныс береді, сол адаммен біз келісіп қойып, араға жұмыс істейміз. Мәселен, біреуін алып, екіншісін алып, ондай емес, біз концепцияға байланысты. Бұл жолғы концерттің ерекшелігі жаңа әндер мен тосын сыйларда дейді 91-дық мемберлер. Осы жолғы ұйымдастырылып жатқан концертте бізде жаңадан қойылымдар бар. Яғни би жағынан және де сахналық көрініс жағынан қойылымдар жаңаша. Және де кішкене жаңа өлеңдер болады. Әлі ешқайда орындалмаған бірінші рет сахнада орындалатын өлеңдер болады. Және де бір тосын сый күтеді. Топтың тосын сыйы көпшілікті қуантқаны рас. 91 тобының кешегі кешінде аяма және сау бол деп аталатын су жаңа әндеріне таспаланған бейнебаяндардың тұсауы кесілді. Емес, жақында ғана топтың мүшелерінің музыкалық аспаптармен түскен суреттері желіде тараған еді. Кей-попқа ұлттық аспаптарды қосуды дайындап жүрме? Бұл сұрақтың жауабын да жігіттер ашық айтты. Біз студияда уақыт өткізгенді қатты жақсы көреміз. Себебі студия біздің үй деп айтуға болады. Және де біз онда эксперименттер жасауға тырысамыз. Әртүрлі звуктар, жаңа звук алуға. Сондықтан сол эксперименттердің бірі әзірге ол жоба жатыр. Болашақта әбден мүмкін домбыра, қобыз сияқты жетіген болсын, қайғайсың болсын қолданып көруімізге болады. Себебі қазір қарастырып жатырмыз.
Дәл сол бүгін шығатын өлеңнің өзі негізі бір жыл бұрын жазылып қойған. Алайда оның шығатын уақыты бүгін. 91 тобының концертіне белгілі вайнерлердей қонаққа келіп құттықтауларын жеткізіп жатты. Сахнада MC болдым, яғни 45 минут бойы жүргіздім, халықпен ойын ойнаттым. Өте күшті. Иглздар маған өте жылы солай қарсы алды, маған өте ұнады. Концерт жайлы 2500 адам, деңгей жоғары, жігіттер де бірінші рет осындай концерт жасап жатыр. Өте қуаныштымын, құттықтаймын барлықтарын. Иглздың сүйікті тобы ғана тосын сый жасап қойған жоқ. 91-дің жанкүйерлері де өз тараптарынан түрлі сыйлар жасады. Мәселен, Әсия Жаниева осы концерт үшін арнайы Оңтүстік Қазақстан облысынан келсе, Қуат Дүйсен концерттен әлеуметтік желіге тікелей таралым жасап отырды. Жұрттар ойлайды, бір 14 жасар қыздар деп. Бізде Eagles Big Family деген үлкен бір топ бар. Сол топтың ішінде 20 жастан жоғары қарай жаңағы ограничение жоқ, үлкен Eaglesдар бізге бас қосып отырамыз. Сүйіп тыңдаймыз бұл жігіттердің әндерін. Әндері әрдайым қазақ тілінде, музыкасы өте жақсы, сондықтан өте жақсы көреміз. Мен осы 2016 жылдан бері, 2016 жыл көктемінен бері 91-ның Facebook'тағы фан парақшасын басқарамын. Менің парақшам өзі бүкіл шаруашылығын 4 тілде жүргізеді. Қазақ, орыс, ағылшын, түрік. Сонымен қатар біздің парақша әлемнің 60 мемлекеті бойынша Eagles'ды біріктіреді. Бұлайша айтқанда біз 91 мен әлем бойынша Eagles'ды біріктіретін бір көпірміз. Және осы ісіміз өсіп отырады, және дамып отырады деп ойлаймыз. Бүгінгі концертке келіп, соң бәрін мүмкіндік келгенше видеоға түсіріп, және әлемдегі Eagles'дармен бөлісіп жатырмыз. Және бұл ісіміз ары қарай да өсіп, өркендеп, Eagles'бен бірге, 91-мен бірге өсе береді деген сенімдеміз. Мен бүгін өзімнің сүйікті тобыма келіп, жаңағы әндерін тыңдап, көп болды осындай жақсы әсер алмағаныма. Келіп жақын адамдарымды көріп, осы 91 тобының арқасында мен көп жақын адамдармен таныстым, жақын құрбылармен таныстым. Сүйікті тобымды құттықтаймын. Осындай үлкен концерт ойындастырып отқандарына қуанып, неше түрлі қалалардан келіп жатыр. Айта кетейік, 91 тобы жыл қорытындылау кешінде веб орындардан 100 орынды қайырымдылыққа қойған. Енді аталмыш топ демалып, жаңа жылда жаңа күшпен қайта жұмысқа кіріспек. Музон арнасы 91 тобының жаңалықтарын қадағалай жүруді жалғастыратын болады.